Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына жерге былтыр теплица салдық. Ол теплица үйірмады. Желменен ұшып кетті. Кеше бозып, ағаштарын бәрін жинап алдық. Одан осы жерге помидор, огурцы егілген. Қауыны бар, қарыз бар, кішкентай. Енді бұл жерді Құдай қаласа көң түсіріп, осыны мына шеттен бастап, ана шетке дейін, жолға дейін көң түсіреміз дағаны. Құдай қаласа осы жерде жаңа биореактор оттар жасалып, жаңадан биогумус келесі жылға биогумус өндіруді бастаймыз иншалла. Бұйыртса осы жерлерге дейін істесек те, ар жағынан ағаштардың тамырлары трактордың шамасы келмейді ауылға. Ол енді бір 5-6 жыл шіріп неғып тұрса, содан кейін кетеді. Осы жерге дейін істесек, анау 20 метр, 25 метр болады екен ұзындығы. 25 метр ұзындығы. Енді мына жерден тек онадан 10 метр тұғын. 2 метр. Енді 12 метр болады онда. 12-де 25 жерге қайтадан мынандай биореакторлар жасап, келесі жылы дайын болатын биогумусты өндіруді Құдай қаласа бастаймыз. Биогумус әуелі құрттың санының көптігі маңызды. Құрттың саны көп болу керек. Құрттың саны көп болған сайын биогумусымыз качествосы өте керемет болып шығады. Ауылда отырып қосымша бизнес көзі қылып жасаса, Құдай қаласа бізде де Шиелі ауданында биыл енді біраз диқандар азғантай алып эксперимент жасап көрмекші. Келешекте Құдай қаласа келесі жылы биогумусқа егетін диқандар әжептәуір сандары көп болады. Жасаңыздар, егіңіздер. Биогумус өндіріңіздер. Бай, қуатты болыңыздар. Әр қазақ бай болсын. Ассаламу алейкум.